Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай керемет болып шығатын тауықтың аяқтарын маринадтаймыз. Ол өте балғын, сондай күшті болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте қарапайым заттан жасалады. Ол яғни бізге тұз, чеснок, кетчуп, майонез, паприка және қара бұрыш қажет болады. Ең алдымен біздің бос ыдысымызға тауықтың аяқтарын осылай кесіп видеода көріп тұрғандарыңыздай саласыздар. Кескен себебіміз жаңа құйған маринадталған соусымыз тауығымызға жақсы сіңу үшін. Тауықтың аяқтарына чесногымызды, майонезімізді, кетчупымызды, паприкамызды және қара бұрышымызды қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің мариновкамыз барлығы толықтай қамтуға қажет болады. Сол кезде ол өте дәмді болып шығады. Қосымша иіс беру үшін мен чеснок үстіне сеуіп, қақпағын жауып, суық жерге бір тәулікке жібердім. Чеснок сеппесеңіздер болады, ол маңызды емес. Бір тәуліктен кейін менде осындай болып шықты. Енді біз пергамент қағазын төсеп, противнімізге тауықтың аяқтарын орналастырамыз. 180 градуста 40 минутқа немесе 1 сағатқа өздеріңіздің духовкаларыңызға қарай жібересіздер. 40 минуттан кейін менде осындай болып шықты. Бұны кез келген гарнирмен бірге тағамға ұсынсаңыздар болады. Ол өте дәмді, нәзік болып шығады. Барлық отбасы мүшелеріңізге ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.